Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздерге 5-ші сынып оқушыларына керемет ашық сабақты көрсеткім келеді. 3-тоқсан ондық бөлшек, ондық бөлшектерді оқу және жазу, ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. Сабақтың тақырыбы. Ал оқу мақсаты 5, 1, 2, 25 бөлшектерді бір жазылу түрінен екінші жазылу түріне ауыстыру. Енді бұл жерде бекіту тапсырмасына мен Леоник абысты алдым, ең соңынан бастайын дедім ғой. Бұл яғни жасанды интеллект арқылы жасалған платформадағы ойын. Оны телефон арқылы, ноутбук арқылы, болмаса сенсорный экран болса, сол жерге оқушыларды шығару арқылы шығарсаңыз болады. Мысалы 0,41 болса, оны жай бөлшекке айналдыру керек. Мына жерден осының несін табады, жұбын табады. Осылай қойған кезде жасыл болса, ол дұрыс деген сөз. 3,9 дейді. 3,9 мінеке. Яғни сенсорный экрандарыңыз болса, балдарға өте қызық. Мінеке 3,9, ана 5,1081. Мінеке. Осылай балалар не қылады? Жай бөлшекті ондық бөлшекке, ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыра алатын болады. 5,17. Мысал үшін, мына жерде мен сөзбен түрінде жазылған бар, яғни 0,04 дейді. 0,04 деген мына жерде істейді. Қайсы 0,04? Сөзбен де айналдыра алады. 40,165 дейді. 40,165. Мына жақта тұр, 40,165. 100-19, яғни 0,119. Осылай құрастырады. 2,116. 2,116. 0,103. 0,103. Немесе 103, мына 10,719, ол 0,10,719. 1,109. Ең соңғысы міне, тақтаға шығарасыз оқушылар кезекпен кезек. Өте қызық, жарайсыңдар. Енді бұл бекіту тапсырмасына осыны алдым. Енді одан кейін қамыржысын көрсетейін. Бұл интернетті қажет етеді. Интернет қажет етпейтіндер де бар, ішінде пазлдар бар. Одан кейін жұмыс парақтары барлығы осы бір сабақтың ішіне кіреді. Міне оқу мақсаты мына жерде. Оқушыларды топқа бөлу, үй тапсырмасын тексеру, міне көшін тексеру әдісі арқылы. Одан кейін миға шабу мәселесі кітаптан алдым, оқулықтан. Одан кейін міне топтық жұмысына кестені таратып бере қоясыз, оқушылар топ болып орындап, өте қызық, топтың ішінде бір-бірін тыңдау, көшбасшылық қасиеттер оянады. Пазл әдісі, мына пазлдарды 40-40 бересіз жұптық жұмысқа, екеуара отырып орындайды. Бұл жерде бірнеше пазл бар, енді оқушылардың деңгейіне қарап 2 пазл, 3 пазл берсеңіз болады. Яғни әр жұптың деңгейіне қарап пазлдар санын көбейтіп отырсаңыз. Одан кейін кітапхана әдісіне оқулықтан алдым тапсырмаларды. Соңғы этап жаңағы Леоник абыс, сосын рефлексия бағдаршам. Енді бізде жұмыс парақтарына тоқталайық. Жұмыс парақтарда өте керемет. Пазлдар дайын тұр, оларды қырқып шығарып бере қоясыз. Мынаны да берсеңіз болады, кесте түрінде, егер кестеміз артылып қалса, уақытымыз артылып қалса, осыны беруге болады. Одан кейін жұмыртқа әдісі, мына жұмыртқаны қырқып, мына жерде кішкентай қағаз қоясыз, сөйтіп бір-біріне кірелеп тақтаға жабыстырса болады. Мына өте қызық, енді бірнеше жұмыртқа бар мына жерде, осыны орындаса болады. Сосын жаңағы пазлымыз бар. Енді слайдты көрсетейін. Слайдтың ішінде осы қымыжыда көрсетілгендердің барлығы қамтылған әріптестер. Мінеке слайдтың ішінде генератор әдісі арқылы топқа бөлесін, үй жұмысын қосып қоясыз, осымен тексереді. Одан кейін миға шабуға осы тапсырманы бересіз. Әр оқушы өз ойын пікірін айтып, жазып әкеледі. Сосын ең соңында 4-5 минут уақыт бөлесіз, мына жауаппен тексересіз, оқушылардың шығарған еңбегін бағалайсыз. Топтық тапсырма, мына пазлдармен дайын тұр, электрон түріне жіберіледі, осын қырқып шығарып бере қоясыз оқушыларға. Одан кейін кітапхана әдісі, міне сабақты бекіту, рефлексия. Кітапхана әдісін көрсетейін енді. Бағалау рефлексияның түрлері бар, жасанды интеллект арқылы. Басқа түрі қажет десеңіз, оларды да сұраңыздар, сіздерге жіберетін боламыз. Маған қағаз түріндегісі керек дейтін болсаңыздар, яғни барлық слайдтар ашылып тұр. Мына апа сөйлейтін еді, апа кітапхана. Оқушылар кітапты таңдап, сұраққа жауап беріңдер. Оқушылар кітапты таңдап, сұраққа жауап беріңдер.
Оқушылар кітапты таңдап сұраққа жауап беріңдер. Әр топтан бір оқушыны шығарасыз. Сосын есептер шығады. Яғни әр топқа екі есептен түседі. Сонда тақтада шығарып, орындарында отырып шығарып әкелсе де болады. Енді бәрін бірден шығармаңыз. Әр топтан бір оқушыдан шығарып, 3 айналым жасасаңыз болады. Өте қызық оқушыларға. Жұмысты сіз өзіңіз тексерсеңіз болады. Одан кейін бағалау тақтасы бар бізде. Бағалау тақтасы да өте керемет әріптестер. Бұл жерге әр топқа бір ноутбук берсеңіз, сізде тыныш болады. Сонда сіз де үлгересіз, барлық нәрсеге. Мына жерге оқушының аты жөндері жазылады. Неге? Былай жаза береді аты жөндерін. Сосын показ слайд дегенді қойғаннан кейін, енді әрі кетсе 7 оқушы болады шығар, сізде 21 оқушы болса. Міне үй жұмысын орындаса, барлықтарын дұрыс орындапсыздар, балалар жарайсыңдар. Әрқайсысына 3 балдан деп осылай айтсаңыз болады. Осылай бір оқушы басып отырады. Сіз ол бәрін автоматты түрде үлгеру мүмкін емес. Одан кейін жеке сұрағыма міне Әмина жауап берді, 2 ұпай. Міне Мираш жауап берді, 1 ұпай. Мына есепті шығарды, 3 ұпай. Топта бәрін дұрыс шығардыңдар деген сияқты осылай бағалап ұйымдастырып отырасыз. Яғни бұл жерде мұғалімнің шеберлігіне тікелей байланысты барлық нәрсе әріптестер. Сіз енді оқушылардың деңгейін, оқу қабілетін менен жақсы білесіз. Сол үшін тапсырмаларды 10-15%-ке өзгертсеңіз болады өз еркіңізде. Міне ең соңында бізде бағдаршам әдісі, шам рефлексия әдісі бар. Сабақ түсінбедім десем, міне оқушылар басады, мына жерде сандар шығады. Міне сұрақтарым бар деп 4 оқушы, сабақ түсіндім деп міне 12, 14, 15 оқушы бас, 17 оқушы. Демек көпшілігі сабақ түсінген, демек сіз оқу мақсатына жеттіңіз. Мына балалар білім жолындағы шамдарын ешқашан сөнбесін. Білім алуға әрқашан талпынып, алға қарап ұмтылу керек. Білім инемен құдық қазғандай деп жатамыз. Сол үшін оқу керек, іздену керек деп осылай балаларға мотивация беріп қойсаңыз болады. Топқа бөлу басында жүргізіледі, яғни бұл генератор сіздерге тиімсіз болса, әдістер бар, сол арқылы да бөлсеңіздер болады. Топқа бөлу генераторын ашқаннан кейін сіз оқушылардың аты жөнін WhatsApp-қа жаза қоясыз. Сол жерден көшіріп, мына жерге вставить етіп қойсаңыз, оқушылардың аты жөніне түседі. Сосын 3 топ қажет маған десеңіз, 3 топқа бөліп береді. Сол бойынша оқушыларды жайғастырып, орындарына отырғызсаңыз болады. Былай жазайық енді. Ары-қарай өйстіп жазу керексіздер. Яғни сіздерге 3 топ керек қой, 3 топ деп жазасыз, топқа бөліңіз. Мінекей 3 топқа бөлінді. Мына жерде оқушылардың аты жөні шығады. Яғни сіз бұны жазып, алдын ала оқушылар аты жөнін WhatsApp-қа дайындап қойсаңыз, копировать етіп ала қоясыз. WhatsApp-қа кіріп, копировать етіп алсаңыз болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Сіздерге кішігірім өтінішім бар. Егер осы менің YouTube каналым сіздерге кішігірім пайдасын тигізіп жатса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, қазақ тілді контентті бірге дамытса, бірге қолдаса, нұр үстіне нұр болушы еді. Қазір описанияға мен нөмірді қойып қоямын, осы нөмірге жазыңыздар. Сіздерге ашық сабақтарды электронды түрде тиімді бағада қолжетімді беретін боламыз.